Армысыздар. Бауырсақ ертегісінің кейіпкерлерінің бірі қасқырды фетрдан жасалу жолын көрсетемін. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып кетейік. Қасқырдың қағазға лекаласын салып алдым, суреттерін қиып, оны фетрға қойып, салып, қиып алып фетрдан. Енді денесін, сосын мойнын, басын біріктіріп бірінші тігіп аламыз. Рет-ретімен осылай тігіп аламыз. Мен барлық видеоларымда қарасаңыздар, алдыңғы бауырсақ кейіпкерлерінің барлық кейіпкерлерін бірінші қолмен тігіп алдым. Себебі түсінікті болу үшін. Келесі енді құйрығын тігеміз. Құйрығын тігіп алып, осылай. Сосын тігін машинасына айналдырып, бәрін тігіп аламыз. Негізі бірден тігін машинасына тіге беруге болады. Енді көзінің айналасын тігеміз. Мұрынның үстін тігеміз. Міне осындай бауырсақ кейіпкерінің қасқыр шықты. Келесі қандай ертегілердің кейіпкерлерін осындай тіккенін қалайсыздар? Комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Алдағы уақытта бірнеше ертегілердің кейіпкерлерінің видеоларын салатын болам. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.